Бойжетіп бұрым талды өріп, сұлу боп көзді баураған, аруда қандай бар көрік, жайрандап күліп тұрмаған. Думанға, тойға сән беріп, ақ кербез әнін айтпаған, жігітте қанша бар көрік, ақжелең күйін тартпаған. Қазанғап эпикалық күйші, туып өскен жері Арал теңізінің жағасы, Құланды түбегінің Ақбауыр деген жері. Оның күйлері қазақтың өткеніне де, бүгініне де, болашағына да терең бойлайды. Күйлері халық тарихының артта қалған алмағайып кезеңі туралы баяндалады. Тұңғыш күйі Торы ат. Бұл туындыны өзінің алғашқы ұстазы Шүйіт Орынбайға тартып беріп батасын алған. Кейінірек ұстазына арнап Орынбай Ақжелең күйін шығарады. Жалпы күйшілер арасында Ақжелең күйі кеңінен тараған. Мәселен, Құрманғазының бас Ақжелені, Дәулеткерейдің қыз Ақжелені, Ұзақтың ұзақ Ақжелені. Осындай дәстүрді Қазанғапты жалғастырып Ақжеленнің 62 түрін шығарады. Соның 15 күйі Балжан қызға арналған. Қазанғап Балжан мен Қарақалпақ елін аралап жүргенде танысқан. Ақжелен сөзінің өзі көңілділікті, ақжарқындылықты, думандылықты білдіреді. Неге Ақжеленнің саны 62 мен байланысты? Өйткені ол адамның 62 тамырының қуат күші, жүрек тынысы, жүректің сезімі, көңіл күйі. Сондықтан олардың орындалу өрнегі де сан қилы. Олай болса, назарларыңызға Қазанғаптың күй басы Ақжелен күйін ұсынамын.